Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейітқазылы. Бүгін біз осы видеороликта сіздерменен бір былай айтқан кезде денсаулық шөбі, эликсир жизни деп айтады ғой, орысшадан айтқан кезде. Өмірлеріңізді ұзартуға көмектесе алатын бір өсімдік туралы сөйлескім келіп тұр. Мынау үндістер сол затты көне бұрыннан бері қолданып жүр, қанша ғасырлар өткен, әлі күнге дейінгі осы заттарды олар қолданады. Ол қандай зат дейтін болсаңыздар, ол куркума және қара бұрыш деп аталады. Жалпы куркума статьясын мен осы медицинский PubMed деген сайттан алып қарап оқып шықтым. Бұл жерде жазылған затының бірі именно осы куркуманың біздің ағзамызға пайдасы туралы жазылған екен. Жалпы, егер сізде өтіңізбен проблема болатын болса, бауырыңызбен проблемдер болатын болса, ас қорыту жүйесі, иммунитетіңіз төмен болатын болса, иммунитет төмен, және де мынау рак ауруын алдын алғыңыз келсе, өйткені онкопротектор ретінде, то есть жаңағы онкологический клеткаларды болдырмас үшін көмектесетін свойствосы бар екен. Куркумада ол противоопухолевый, противораковый деп аталады. Бұл ауадан алынған зат емес, өйткені кәдімгідей бұл затты зерттеу нәтижесінде осындай анықталып шыққан. Соның осындай свойстволарға ие заттардың бірі ол бізде осы куркума болып табылады. Ол не дейтін болсаңыздар, жалпы осы картинкасын шығарып қоямын. Бұны кәдімгі специяларға жатқызады. Специя ретінде тағамдарға қосады. Көбінесе байқасаңыздар, Өзбекстанда, немесе Тәжікстанда, мысалы кейбір СНГ халықаралық біздің немізде пространствомызда жалпы күріш деген зат бар, плов деп айтады, ол пловқа қосады. Оны пловтың цветін сарғайту мақсатында қосатын бір приправа ретінде қолданылады. Не үшін мен куркуманы тағамға қосып пайдалануды ұсынамын? Өйткені біріншісі, куркуманың полезный свойствосында антиоксиданттар өте көп екені анықталған. Антиоксидант дегеніміз не? Ол біздің клеткамызды жаңартуға, жасушамыздың жаңартуға көмектесетін бір компонент болып табылады. Егер сіз жасыңызға жетпей қартаюды алдын алғыңыз келетін болса, ерте қартаюдан қорқатын болсаңыз, онда ағзаңызға өте көп антиоксиданттар керек болады. Олар жасушаларды реттеп, жаңағы жасартуға көмектесетін компонент. Сол себепті куркуманы қабылдау керексіздер. Екінші жағы, ол бізде жаңа айтып кеткенде противораковый, жаңа онкологияға былай айтқан кезде противораковый эффектісі бар затқа жатады куркума деген. Сол себепті қолдануға тоже ұсыныс береміз. Одан бөлек тағы бір жағы иммуномодулятор болып табылады. То есть иммундық жүйеңізді көтеруге көмектесетін компонент. Одан бөлек бактерицидный, то есть ағзаңызда егер инфекция, бактерия деген сияқты заттар көп болатын болса, осы куркуманы тамаққа қосып қолданып, немесе сумен араластырып қабылдасаңыз да болады. Солай біраз проблемдердің профилактикасын жасасаңыздар болады. Тағы айтып кетейін, бұл видео ознакомительный характерда ғана шығады. Өйткені мен каналымды көбінесе блокировать етіп жатыр, роликтарымды блокировать етіп тастайды. Походу жоғарыдағы отырғандар ма, білмеймін, ойлайды ғой деп, не деп, жаңағы неше түрлі зат айта береді деп. Жалпы сол себепті барлығын ознакомительный, чтобы кругозор болу үшін жалпы солай айтылып жатқан видеолар. Бірдеме шетін болсаңыздар, обязательно дәрігердің консультациясыз ештеме қабылдамаңыздар, өйткені ол денсаулығыңызға зиян алып келуі мүмкін. Сол себепті абай болыңыздар. Екінші зат, ол бізде алоэ вера болып табылады. Алоэ вера туралы өте көп статьялар бар, тоже шығарып қоямын осы жаққа. Жалпы не үшін алоэ вераны ішуге шақырамыз? Не үшін алоэ вера біздің ағзамызға соншалықты көптеген колоссальный жаңағы пайдасын алып келеді? Өйткені алоэ вераның құрамында ағзамызға керекті бүткіл
микро макро элементтер бар және витаминдердің почти барлығы бар. Алоэ ішкен сайын біздің денсаулығымыз әдемі болып өзгеріп бастайды. Кожадан бастап іш құрылысқа дейін. Кишечный спазмдар, гастриттар неше түрлі. Иммунитеттің төмендеуі, шаштың түсуі, асқазан ішек құрылысының дұрыс емес жұмыс жасауы, осының бәріне сок алоэ немесе алоэ вера өте жақсы көмектеседі. Осы продуктыны егер алып қолданыңыз келсе, мен осы промокодым бар. Сол промокод арқылы регистрация жасап, Қазақстан бойынша бізде 3 склад бар. Сол 3 складтың біреуінен үйге дейін тез арада доставка жасап береді. Там 3 күн, 5 күннің арасында көбінесе. Солай заказ беріп алсаңыздар болады. Промокодты мен арқылы скидка жасап береді и доставка. Соны астына қалдырып кетемін. Сол ссылка бойынша регистрация жасап, заказ беріңіздер. Кәдімгі магазин ашылады. Соның ішінен осындай алоэ вера деген продукт бар. Ағзаңызға өте жақсы көмектеседі. Восстановлениясына өте жақсы көмектеседі. Өйткені өзіммен ішіп көргенмін сол продуктыны. Өте керемет. Содан кейін үшінші зат ол бізде расторопша мен артишок деген шөптері бар. Бұлар біздің жаңағы бауыр проблемасы, өт проблемасы, ұйқы без проблемасы болатын болса, осыларды ішіп, өтіңізді айдауыңызға болады, бауырыңызды тазалауыңызға болады. Жалпы расторопша және артишок деген осындай шөп дәрілер бар аптекада, соларды қолдансаңыздар да болады. Одан бөлек не бар тағы, өтті айдайтын препараттар. Мынау репейник деген зат бар. Өте керемет, тоже өзім опытымнан білем, өзім ұзақ уақыт ішкен бұл заттарды. Жалпы айтқым келгені осы, денсаулықты жақсартатын осындай заттарды қолданып көрсеңіздер болады. Егер менің консультацияма жазылғыңыз келсе, өт проблемасы, ұйқы без, асқазан тағы басқа осы WhatsApp номерға жазсаңыз болады. Бізде қазір данный момент скидкамен онлайн консультация ашылып тұр. Құлап бара жатыр. Егер сізге осы видео ұнаған болса, каналға лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Серім болған дәрігер Бағдат Сейітқадырұлы. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыз.